Сәлем достар, бұл видеода iPhone 16 туралы жаңалықтарды айтатын боламын. Қазіргі таңда флагмандық телефондар өте әдемі және рамкалары жұп-жұқа болып, мысалы Samsung Galaxy S24 пен iPhone 15 Pro'ны алып қарасақ. Бірақ та күздің кезінде жаңа фаворит нарыққа шығады. iUniverse жаңалығы бойынша күзде iPhone 16 Pro моделі өте жұп-жұқа рамкамен шығады дейді. Beijing бұл инсайдер жаңалығын қарасақ, iPhone 16 чехолын салып жіберген. Ол чехолға қарасақ, ол жерде iPhone 16-ларда арнайы Caption Button деген батырма қосылған. Ол батырма кәдімгі фотоға түсіретін камераларда спуск затворы функциясын атқарады. Бірақ та бұл кнопкамен ешкім қолданбайды деп ойлаймын. Сіздер қолданасыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. iOS 18-ге келсек, панель управлениясында бүкіл орган кнопкаларын бүкілін өзгертеді, оформлениясын өзгертеді, және де интеллектуалды жүйе арқылы жұмыс жасайтын қосымша функцияларды орналастырады екен, қосады екен. Бірақ та бір жаманы Siri ChatGPT мен орналасқан, ол 2025-те шығады екен. Тағы бір қызығы, интеллектуалдық жүйе функциялары тек қана iPhone 16 Pro нұсқаларында ғана жұмыс жасайды екен. Өйткені оған жауап беретін NPU нейрондық жүйе процессоры тек сол iPhone 16 Pro-ларда ғана орналасқаннан кейін жұмыс жасайды екен. Басқа телефондарға бұл функция аса қатты жұмыс жасамайды. Және де бүкіл iPhone 16-ларда оперативтік жадысы 8 гигабайт болады. iPhone 15 Pro дегендей. Galaxy телефондағы нейрондық жүйелерді қарасақ, олар ОБК арқылы жасалынады. Ал Apple телефондары олар арнайы телефон ішіне құрастырып жасалынады дейді. Яғни сіздің сұраныстарыңыз тек қана өзіңіздің телефондарыңызда қалады. Ал сіздер iPhone 16 Pro-ға алсар меніздер осы фишкаларға бола комментарийға жазып отырыңыздар. Осымен видео аяқталған жоқ. Сіздермен болған Қазтехногид арнасы. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметті болыңдар.